мысал берілген y және косинус x функциясының графигін -2-ден 2 аралығында 0,5 қадаммен тұрғызу. Бізде берілген қадам сонда 0,5-ке тең. X және y нелерін жазып аламыз? Айнымалыларын жазып аламыз. Енді арғалай бізде x-тің алғашқы мәні нешеге тең? -2-ге тең. Ары қарай біз 2-ге дейін істеуіміз керек, жазуымыз керек. Ол үшін теңдік белгісін саламыз формула жазу үшін. Бірінші -2 алғашқы нені x-тің мәнін белгілеп аламыз, қосамыз 0,5 нені қадамды. Бұл нені абсолютті сілтемеге араластырып аламыз. Себебі біздің қадамымыз не болып тұрады? Тұрақты болып тұрады. Сондықтан оны абсолют сілтемеге меншіктеп аламыз да Enter'ді басамыз. -1,5-ке тең болды. Осылай біз 2-ге дейін істейміз, тартамыз. Міне, біздің қадамыз шықты. Яғни -2 мен 2-нің аралығында жасап алдық x-ті. Енді біз y-тің мәнін есептеу үшін теңдік белгісін басамыз. Косинус x. Оны табу үшін формула бөлімде математикалық функцияның ішінен косинусты не істейміз? Таңдап аламыз. X-тің мәніне алғашқы x-тің мәнін істейміз, белгілейміз де окей батырмасын басып, төмен қарай түскенде міне -0,4-ке шықты. Апта толтыру арқылы 2-ге дейін істейміз, созамыз. Енді осының графигін тұрғызу үшін x, y мәндерін ерекшелеп аламыз. Вставка бөліміндегі біз точный, яғни нүктелік нені табаламыз, графикті тұрғызатын боламыз. Графикті тұрғызғанда міне біздің яғни y косинус x функциясының графигі тұрғызылды. Жоғарғы жағына y тең косинус x функциясының графигі деп жаза саламыз. Косинус x функциясының графигі. Осылай есептеулерді жүргізе беруімізге болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.